саламатсыздар ма? 97-ші орта мектептің биология пәнінің мұғалімі Әбдібай Ажаров. PISA халықаралық зерттеу жүргізу аясында оқушылардың жаратылыстану сауаттылық тапсырмалары. Енді жылыжай әсері шындық па жалған ба? Енді біз бұл жерде жылыжай әсерін біз шындық жалғанын анықтайық. Жердегі тіршілік иелерінің көбі қамтамасыз ететін энергияның күннің радиациясынан келетін жер атмосферасы біздің планетамызды қорғайтын жамылғы рөлін атқарады. Бұл күн радиацияның өтуіне және жердің қайта шағылысатын энергияның бір бөлігі сіңіру мүмкіндік береді. Бұл жауабы шындық болып келеді. Осының нәтижесінде жер бетінде орташа температура жылу энергиясын ұстап тұратын атмосфера болған кездегі жоғары болады. Осылай жер атмосферасы күннен келетін жылу энергиясының ішінде ұстайтын жылыжайға ұқсас әсер етеді. Жауабы жалған. Өйткені мына жерде атмосфера күннен әсер ететін энергияның ішінде жылыжайға ұқсас әсер етуі мүмкін емес. Одан кейін деректері соңғы ғасырда жер атмосферасының орташа температурасының айтарлықтай өскенін көрсетеді. Орташа температура жоғарылағанның себебі атмосфераның жылуын күштірек ұстауына әкелетін атмосфералық көмірқышқыл газының бөлінуі жоғарылауынан байланысты деп айтылады. Демек, жылыжай әсері көмірқышқыл газымен күшейеді. Ол шындық. Арман үкімет веб-сайтынан екі график тапты. Егер екі графикке сүйене отырып, жер атмосфераның орташа температура жоғарылауына шынымен де көмірқышқыл газының мөлшерінің артуына байланысты деген қорытындыға келді. Мысалға, енді сұрақ. Графиктер арманның тұжырымын қалай растайды? Мысалға, мына екі график берілген. Бізде бірінші графикті қалай растаймыз? Мысалы, осы бірінші график берілген. График бойынша бұл жерде көмірқышқыл газының артуына байланысты деген, мысалға, көмірқышқыл газының артуына деген тұжырымға келген. Одан кейін тағы да бір жанар деген оқушы бұл графикпен келіспей, екінші графикке сүйене отырып, тағы да бір жанар есімді оқушы екі графикті салыстырып, кейін арманның қорытындысымен келіспеді. Арманның қорытындысымен. Одан кейін екі графикті алып, келіспеді. Арманның тұжырымын растаймын. Графиктерде бөлімде мысал келтіріңдер, жауабын түсіндіріңіз дегенде. Жанар екінші график бойынша тұжырым жасады. Себебі ол көмірқышқыл газының жоғарылауымен емес, жер атмосферасының орташа температурасы деген тұжырымға келді. Мысалға, көмірқышқыл газының жоғарылауынан бірінші графикте жоғарылау деп тұжырым жасаса, екіншісі атмосфераның орташа температурасы деген тұжырымға келді жанар. Жердегі орташа температураның өзгеруіне әкелетін тағы бір факторды атаңыз. Жауабы ғаламдық жылыну жердің бетіндегі орташа температураның артуы. Соңғы 100 жылда температура шамамен 0,6 градусқа дейін артты. Ауаның ластануы, өнеркәсіп санының артуы, ормандарды кесу, жанартаулардың атқылауы және күндерді өзгерістер. Адамдардың әртүрлі әрекеттері ғаламдық жылынудың басты себептері болып тұр екен. Одан кейін төртінші сұрақ. Енді бұл жерде орташа температураның жоғарылауы көмірқышқыл газымен мөлшерінің арттыруына байланысты екенін анықтау үшін ғалымдар нақты дәлелдер ретінде төмендегінің қайсысы бір немесе бірнешесі маңызды болуы мүмкін. Енді бұл жерде біз бірнеше сұрақтарды белгіледік, жауаптарын. Ауадағы көмірқышқыл газының көбеюі адам белсенділігінің артуына сәйкес келетінін көрсету. Одан кейін атмосферада көмірқышқыл газы мөлшерінің артуында жаһандық температураның жоғарылауына қарай әкелетінін түсіндіру үшін модельдерді әзірлеу. Одан кейін жерді температурасы үнемі қалай өзгеріп отыратынын көрсету.
биологиялық жаратылыстану сауаттылығына арналған пиза тапсырмаларымыз назарларыңызға рахмет.